Барпы дауыссыз дыбыс. Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Бота көріп тұрсыздар. Бота. Б қандай? Дауыссыз дыбыс. О қандай? Дауысты. Т қандай? Дауыссыз. А қандай? Дауысты дыбыс екен. Мына жердегі сөздерді оқимыз. Бал, бала, баба, бата, бота, болат, арба, дорба. Мынаны жатта дейді. Бата берер атам бар, нар болатын ботам бар дейді. Қайтан қайталаймыз. Бата берер атам бар, нар болатын ботам бар дейді. Келесі 50-ші сабақ. Б әрпінің екінші сабағы. Бақа, балық, арба, дорба, шыбын, шыбық, қарбыз, қобыз, қабақ, табақ. Мына жерде не көріп тұрсыздар, балалар? Мына жерде қарбыз, сосын бұрыш, қарбыз, сосын қабақ, сосын қандай сөз шығаруға болады? Бұл жерде асқабақ деген сөз шығады екен, е? Енді келесі астындағы шұбат, бұзау, бесеу. Бер. Шұбат бер. Бұзау. Бесеу дейді. Болат. Болат, батыл. Батыл бол. Болат дұрыс оқы дейді. Онда бұрышта, асқабақта бар. Бақшада Болат батыл бол. Болат дұрыс оқы. Онда бұрышта да асқабақта бар. Бақшада қарбыз бар дейді. Бақпақ, бақа. Бақпақ деген сөзден қандай сөздер шығаруға болады? Бақа, бақ, ақ деген сөздерді шығаруға болады. Батыл бол, арба, бесеу дейді. Бәріп қандай әріп болса мен? Барпы дауыссыз дыбыс болды.